Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен өзімнің холодец жасау тәсілімен бөліспекпін. Холодецті көбіне көп салқын кезде жасайтын болса, мен жалғыз тек аязды кезде емес, жыл мезгілінің енді жаздан басқа кезінің бәрінде жасай берем. Мен жасайтын холодец аса салқындықты қажет етпейді. Ол міндетті түрде тығыз, қою болып шығады. Табиғи өнім себебі көп ешқандай қоспалары жоқ. Сиырдың сіңірімен азғантай су, сосын енді азғантай ғана дәмдеуіштермен жасалатын тәсіл. Сонымен қазір сіздермен сол тәсілдермен бөліспекпін. Бізге керегі сиырдың сирағы, менде 2 сирақ. Енді оны алғаннан кейін сатып аламыз ғой әдетте базардан. Сол сатып алғаннан кейін онды міндетті түрде тазалау керек. Өзі үйітілген сирақ болса да, оның сыртында ластары болады, соның барлығын алып тастау керек пышақпен қырып. Сосын шетінде кейде бір күйген, үйітілген кезде қатты күйіп қалған жерлері болады. Шет жақтары қап-қара болып күйіп тұрады. Соларды пышақпен кесіп алып тастау керек болады. Және тағы кейде керісінше үйітілмей қалып қойған қылдары болады. Оны да пышақпен кесіп алып тастау керек. Мына сирақтардың сыртын әбден қырып, жуып, тазалап дайындап қойдық. Енді өзі кішкене ала сиыр болса керек, кейбір жерлері өзінің қою түсті. Бірақ шетіндегі күйген қара жерлердің, етіндегі түйген оттың іздерінің барлығын алып тастадым пышақпен кесіп. Тек сәл бір қарайған жерлері, ол енді өзінің табиғатына сай қарайған жерлері болса керек мына сирақтың. Енді бұл сирақты буындары бойынша ажыратамыз. Тіліп пышақпен. Өткірлеу пышақ болғаны жақсы әрине. Буындарының бойымен сіңірлерін тіліп аламыз арасында. Енді қажетінше, сосын бар күшімізді салып енді ажыратамыз. Оп-оңай шаруа емес, біраз күшті қажет етеді. Дегенмен енді ебін тапса, бәрін қолыңыздан келеді деп ойлаймын енді. Видеоларда көбіне көп холодецті пісіру жолдары болады да, мына буындарын бұтарлау жолдары көп көрсетіле бермейді. Сол үшін қалай бұтарлау керек екенін көрсетіп салдым әдейі. Әр сирақты 3 бөлікке бөлсеңіз жарайды. Тұяқ жағы 2 бөлікке бөлінеді, сосын ұзын мынандай сүйегі қалады. Сол 3 бөлікке бөлсеңіз, әйтеуір өзіңіздің салатын ыдысыңызға сиятындай болады сол уақытта. Сол үшін міндетті түрде оны бұтарлау керек. Түп үлкендеу ыдысқа сирақтарды көлденеңнен салғанда сиятындай етіп жайғастырып саламыз да, үстіне сирақтар батып тұратындай етіп су құямыз. Сосын ыдысты жауып қоямыз, қайнатамыз отқа қойып. Суға батып тұру керек дегенде, енді су ондай көп болмау керек. Сондықтан сирақтардың орналасуына аса көңіл бөлу керек. Мысалы, мен салғанда байқасаңыз, сирақтар ыдыстың түбінде бір ғана слой болып тұр. Ал егерде олар бір-бірінің үстіне мінгесіп, немесе тігінен түсіп, мысалы, ыдысқа жауып тұру үшін құйған суыңыздың мөлшері көп болатын болса, онда одан дұрыс холодец шықпайды, су өте көп болса. Сондықтан сол жағдайға аса көңіл бөлерсіз. Бір қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып тастап, баяу отқа қойып, 4 сағаттай қайнатасыз. 4 сағат уақыт өтті, бәрі әбден жақсы езіліп пісіп шықты, майы шықты бетіне. Кейбіреу айтып жатады, бірінші сорпасын төгіп тастау керек деп, мен олай істемедім. Себебі оның майында кейін пайдаға асыруға болады деп ойлаймын. Әбден езіліп пісіп шыққан сирақтарды сорпадан сүзіп аламыз. Сәл суығаннан кейін сіңірлерді сүйектерінен ажыратып аламыз. Сіңірлерді сосын не қолмен тураймыз, немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді сүйектерінен ажыратқан кезде өте уақ, майда сүйектер кетіп қалмау керек, соны жақсы қадағалап қойыңыз. Сіңірлер қолмен туралып болды. Ол былай қарағанда көп жұмыс емес, тез арада бітіп қалды. Бұл сіңірлерінен ажыратылған сүйектер. Енді сорпасына келетін болсақ, сорпаның бетіндегі майын араластырмай, өзін бөлектеп алып, сүзгіштен өткіземіз. Уақ сүйектері кетіп қалмасын деп.
ожаудың түбін сорпаға тигізіп айналдырып жіберсеңіз, сорпаның бетіндегі май жан жаққа ыдырап, сорпаны таза майсыз алуға мүмкіндік туады, көріп отқаныңыздай. Осылай сорпаны түгел майынан ажыратып аламыз да сүзгіштен өткізіп қоямыз. Сирақтарды пісірген ыдысты енді тазартып аламыз. Түбіндегі тұнбаларынан жаңағы уақ сүйектері болуы мүмкін, сосын қанды көбіктің іздері болуы мүмкін, сол қатпарланған, солардың барлығынан тазартып аламыз да жаңағы сүзілген сорпамызды соған аударамыз. Туралған сіңірлерді осы сорпаға салып араластырамыз. Сосын дәмдеуіштерін қосамыз. Мен сарымсақ қостым. Сарымсақ көп болмаған дұрыс. Бір сираққа орташа сарымсақтың 2 бөлігі, 2 зубчик дейміз. Сол есеппен 2 сираққа 4 бөлік сарымсақ қана қостым. Ал қара бұрышы мен тұзын енді өзіңіздің қалауыңызша дәміне қарай, хош иісіне қарай қосасыз. Сорпаңызды жақсы етіп араластырып жіберіңіз. Байқасаңыз қатты көп майы жоқ. Жаңа майды ажыратқанда сізге көрсеттім қалай ажырату керек екенін. Төгіп тастап керек емес майды, оны кейін пайдалануға да болады. Міндетті түрде сосын лавр жапырағын саласыз. Мына 5 данасы жарайды осы сорпаға. Сорпаны сәл қайнатып, 15-20 минуттай, одан да аз уақыт қайнатуға болады. Егер де сорпаңыз сұйық болса, онда көбірек қайнатуға болады, кішкене суы болансын деп. Сосын қайнап болғаннан кейін лавр жапырақтарын алып тастайсыз да, дайындап қойған ыдыстарыңызға құя беруге болады. Сорпасы өте дәмді, хош иісті болып шықты. Енді қазір оны ыдыстарға құямыз. Мынадай шұңқылдау кеселерге аудардым. Кейін қатқанда тарелкаларға аударып қойғанда өте әдемі пішінде болады. Бар болған 2 сирақтан 13 үлкен кесеге жететіндей холодец шықты. Бұл кеселердің пішінін салыстырып көрсетем. Мына кішілеу сорпа ішіп жүрген күнделікті кесемен салыстырғанда қаншалықты үлкен екенін көріңіз. Енді осы дайын болған холодецтерді мен қазір балконға шығарып қоямын. Қазір кешкі уақыт, далада ешқандай аяз жоқ. Кешке шығарып қоямын. Таңға дейін тұрады. Таңертең сізге дайын болған холодецті көрсететін боламын. Міне көріңіз, бір түн балконда тұрған холодец сіресіп қатып қалып, бұның ішінде ешқандай артық қоспа болған жоқ. Кеше өзіңіз көрдіңіз. Қазір бұны түсіріп, тарелкаға аударамын да турап көрсетем. Ортасы қандай болғанын, іші қандай болғанын бәрін өз көзіңізбен көресіз. Мен бұны бөлмеге әкелгеннен кейін таңертеңнен түске дейін бөлмеде ұстадым, жылы жерде. Өзім тексеріп, еріп кетеді ме, еріп кетпейді ме деп. Енді оны видеоға түсірген жоқпын, бірақ сізге айта кетейін, бұл түске дейін тұрғанда, жарты күн жылы бөлмеде тұрғанда да ешқандай еріген жоқ. Осылай турап, әдемлеп, дастарханға қойғанда өте жақсы пішін болады. Бірден тарелкаға салып қойсаңыз болады. Сол үшін мен әдейі осындай дөңгелек пішінге салдым. Өте дәмді, көбіміз сүйіп жейтін холодец тамағымыз дайын болды. Ортасын көріңіз, міне тып-тығыз. Осы рецептпен дайындап көріңіз. Адам ағзасына өте пайдалы, ешқандай зияны жоқ тағам. Видео рецепт пайдаңызға жарап жатса өте қуаныштымын. Ұнап жатса лайк баса кетіңіз. Ол менің еңбегімнің бағасы. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың 90%-ға жуығы арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліп, өзіңізге пайдалы, асханаңызды көмекші видеолардан, қолжетімді өнімдерден, дәмді ас пісірудің құпияларын біле жүріңіздер.